бір әйел кісі өліп бара жатыр дейді, жанын тасырайын деп жатыр, қиналып жатыр, өлім халінде, күйеуі қасында отыр дейді. Сөйтсе әйел айтады дейді, сен мен өлгеннен кейін тағы әйел аласың ғой деп айтады. Әлі екінші емес, уже өзінен кейін әйел алғызбай отыр ғой күйеуіне. Енді күйеуі енді көреміз ғой енді деп өтірік айта алмайды да. Ай сен алып қоясың ғой, жоқ енді. Бір нәрсеге келсейші, жарайды енді бәрі сен аласың ғой, алмайын десең де аласың ғой. Бірақ бір нәрсе келші, менің топырағым кеппей жатып екінші әйел алмашы деп айтады дейді да. Сосын күйеуі ойланды, жеңіл екен ғой, топырақ кемеді да, күн ыстық болса бір апта дегендей. Жарайды деп уәдесін беріпті. Алланың атымен уәде берші. Жарайды уәде беремін деп уәде беріпті, топырағың кепкенше әйел алмаймын деп. Сосын әйел өліпті, бір күн жылайды, не қылады, басқа қылады, шығарып салады, бәрі қалғаннан кейін енді еркек қарап отырмайды, көңілі көтеріліп, енді алайық деген екен, әйелдің алдында уәдесінен шығу үшін әйелдің моласына бір-екі күн дұға үшін барады екен, ақыретте еске алу үшін, дұға қылу үшін. Қалған күндер кепті ма, кеппеді ма, соны көру үшін барып жүрген ғой. Барат кеппейді. Барат кеппейді. Бір апта өтеді, бір ай өтеді, кеппейді ғой жаңағы топырақ. Таң қалады. 2 ай өтеді, кеппейді. Ой, мынау не білем, мен әйелім су ішіп өлген бе, не білем. Аң-таң. Сосын енді күніге уәдесін беріп қойған, ана кеппей жатыр, алайын десе, екінші әйел алайын десе, аламай жүр. Сонымен бір күні күніге күндіз барып жүрген, бір күні қол тимей қапты, түн ортасында барса, моласының қасында біреу жүр дейді, су сеуіп. Таң қалды, ей мынау кім ей? Бараса, қайнысы? Кездесіп, ой аға, жезе қалайсың? Не қылып жүрсің? Мына дұға қылуға келдім. Сен не қылып жүрсің? Білмеймін, енді әпкем өлетін кезде бір Алланың атымен уәде алып еді, соны орындамаудан қорқып жүрмін. Қандай уәде алып еді? Айналайын, сен менің інім болатын, Алланың атымен уәде берші. Менің молама су сеуіп тұрамын деп уәде берші деп алып қалған екен. Екеуінде қатырып кеткен ғой былай. Бірақ бұл бар нәрсе шариғатта. Енді бұл жай кішкене күрмек сөз күрмекке жақсы деу үшін айтып жатырмын.